Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: кімде-кім маған күніне 1000 мәрте салауат айтатын болса, жәннатпенен сүйіншіленбейінше ол адам дүниеден өтпейді. Кімде-кім осы хадисті таратқан болса, ол шындығында ол мені жақсы көргені дейді. Ал кімде-кім осы хадисті жасырған болса, ол адам өкінішті қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қаншалықты жақсы көрген болсаң, соншалықты осы хадисті басқаларға таратыңдар деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али сейдина Мухаммад. Осы салаватты күніне 1000 мәрте айтсақ, иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жетіп тұрады екен. Бәріміз салават айтайық, Алла разы болсын.